Сәлем достар, мен сіздерге бүгін 8 сыныптың Қазақстан тарихынан бөлімді жиынтық бағалаудың 2 тоқсанға арналған тапсырмаларын талдайтын боламын. Сіздер талдауға қатынасып отырыңыздар. Видео ұнаса, лайк басып комментарий жазыңыздар және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі талдау 2 тоқсан бойынша болады. Бөлім Қазақстанда кеңестік биліктің орнығуы, ал негізгі қамтылатын тақырып Қазақстандағы ұлттық автономиялар, әскери коммунизм саясатынан жаңа экономикалық саясатқа көшу тақырыбы бойынша тапсырмаларды орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма ұлттық автономиялар туралы деректер. Алашорда үкіметі және Түркістан автономиясының мақсаттары қандай болды деген сұраққа талдау жасаймыз. 1917 жылы 2 қарашада Ленин менен Сталин Ресей халықтары құқықтарының декларациясында халықтардың бөлінуге және дербес мемлекет құруға, өзін өзі билеуге құқы бар деген қарар қабылдады. Осы қарардан кейін Қазақстандағы ұлттық демократия өкілдері Қазақстанда өзін өзі билейтін жеке мемлекет құруға ұмтылды. Сөйтіп, 1917 жыл желтоқсанда Орынборда бүкіл қазақтық екінші съезд болып, осы съезде Алаш автономиясы құрылды. Бұл Алаш автономиясын құрған ұлттық демократия өкілдері осы мемлекетті РСФСР-дың тануына және кеңес мемлекетінің басшыларымен келіссөздер жүргізуге, сондай-ақ құрылтай жиналысы болуына үлкен үміт артты. Бірақ Ресей мемлекеті бұл құрылған Алашорда мемлекетін таныған жоқ. Соған қарамастан Қазақстанда Алаш автономиясы құрылды және оның барлық жұмыстары реформашылдық сипатқа ие болды. 1917 жылғы 2 қарашадағы Ресей халықтарының құқықтарының декларациясына байланысты Қоқанда да 4-ші төтенше жалпы мұсылмандық съезд шақырылды 1917 жылы. Осы съезде Түркістан Қоқан автономиясы жарияланды. Бұл кеңестерден де, Ресейден де тәуелсіз мемлекет деп жарияланды. Түркістан Федерациялық республикасы парламенттік республика негізінде құрылуға тиіс болды. Алайда, бұдан бұрын құрылған Қоқандағы Ташкент кеңесі бұл Қоқан автономиясын орынсыз деп жариялады және оның шешімдерін жоққа шығарды. Автономиялар өз мақсатына жете алды ма? Алашорда үкіметі өз мақсатына жете алған жоқ. Себебі, біріншіден кеңес үкіметі Алаш автономиясын таныған жоқ. Алашорданың, яғни қазақ халқының өзін өзі билеуінен қорықты. 1918 жылы наурызда Алашорда автономиясын жою туралы қаулы шығарды. Екіншіден, үкімет билігі жолындағы күресте Алаш үкіметі кеңес үкіметіне елеулі қарсылас болды. Ал Түркістан автономиясы да өз мақсатына жете алған жоқ. Себебі, біріншіден, кеңес үкіметі ұлттық мемлекеттердің өзін өзі билеуіне қарсы болды. Оларды бұрынғысынша отарлық қысымда ұстай бергісі келді. 1918 жылы 5 ақпанда Қоқан қаласына шабуыл жасап, Қоқан автономиясын жойды. Екіншіден, бүкіл түркі жұртының бірігуінен қорықты. Екінші тапсырма, деректерді салыстыра отырып, Қазақстан үшін жаңа экономикалық саясаттың нәтижелерін салалар бойынша талдаңыз. Бірінші дерек, жаңа экономикалық саясаттың аясында қабылданған міндеттердің ішіндегі ең маңыздысы азық-түлік салғыртын азық-түлік салығымен ауыстыру туралы шешім болды. Азық-түлік салғырты кезінде шаруа қожалықтары өндірілген өнімнің өзін қамтамасыз етуге қажетті үлесінен артығын мемлекетке тапсыруға міндетті болды. Ал азық-түлік салығының өндірілуі, яғни белгіленген мөлшерде ғана салықты өтеуге байланысты, олар өндірген өнімнің артығын өз еркімен пайдалану құқығына ие болды. Екінші дерек, экономикалық өмірдің нақты дамуын қамтамасыз ететін мұндай саясат өте орынды еді. Алайда ірі өнеркәсіп саласын мемлекеттік монополизациялау нәтижесінде олар өз өнімдерін тұтынушыларға, әсіресе аграрлық сектордағы жеке тұтынушыларға
өте жоғарғы бағамен ұсынды. Партия және үкімет шешімдері ауыл шаруашылық кооперацияның жер жағдайына жаңа рөлін анықтағанына қарамастан, оны бақылап отыруға мемлекет мүдделі болды. Соның нәтижесінде мемлекет ауыл шаруашылық товарларын сатып алу бағасын өзі белгіледі және ол өте төмен болды. Осы екі деректі саяси жағынан және экономикалық жағынан талдаймыз. Бірінші дерек бойынша кеңес үкіметінің бұл саясаты күйзелген шаруашылықты қалпына келтіруге, халықтың наразылығын басуға, халықты кеңес үкіметін қолдауға ықпал етті. Екінші дерек бойынша монополиялар үстемдік құрып, республика бюджетіне табыстар құйып отырды. Соның нәтижесінде ауыл шаруашылығы өнеркәсіп дами бастады. Экономикалық жағына келетін болсақ, бірінші дерек бойынша азық-түлік салғыртын азық-түлік салығына ауыстыру халықтың өміріне оң сипат әкелді. Себебі халық өндірген өнімінің артығын сатуға шығара алды. Ұсақ товарлы өндіріс саны арта бастады. Екінші дерек бойынша мемлекеттің жез талаптарын бұрмалануы, оған араласуы мемлекеттің экономикасын дамуына кедергі келтірді. Қазақстанда жаңа экономикалық саясаттың нәтижелері тиімді немесе тиімсіз болды деген сұрақты талдауымыз керек. Неліктен дейді, екі дәлел келтіріңіз. Бірінші, Қазақстан үшін жаңа экономикалық саясаттың нәтижелері тиімді болды деп ойлаймын. Біріншіден, азық-түлік салғырты кезінде күйзелген шаруашылық тез арада қалпына келе бастады. Себебі жеке саудаға рұқсат етілді, шаруалар артық өнімдерін сатып тұрмысын түзей бастады. Екіншіден, еңбек міндеткерлігі жойылды. Жалдамалы еңбекті қолдануға рұқсат етілді. Соның нәтижесінде ұсақ шаруа қожалықтары, өркениетті кооператорлар қалыптасты, өнеркәсіп қалпына келтіріліп дами бастады. Достар, БЖБ талдауды аяқтадым. Енді сіздер менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Себебі мен сіздерге тағы да БЖБ саламын, тест саламын. Сондықтан менің каналымды, қазақша каналымды қолдап қойыңыздар. Сау болыңыздар.